Мұса таудан түсіп, Мысырға бет алды. Жүрегінде Алланың бұйрығы, қолында таяқ. Алла Харунға да уахи етті. Харун інісін жолда қарсы алды. Екеуі құшақтасты. Мұса Харунға Тур тауын отты, Алланың сөзін және 2 мұғжизаны баяндады. Харун мұқият тыңдады. Екеуі бірге Мысырға қарай жолға шықты. Бір-біріне демеу болды. Олар Перғауынның сарайының алдына келді. Үлкен алтын қақпа, қарулы сарбаздар, үрейлі тыныштық. Олар кіруге рұқсат сұрады. Перғауынның алдына алып барылды. Перғауын тақта отыр еді. Мұсаны көргенде оны таныды, бұл сарайда өскен Мұса болады. Мұса мен Харун өздерінің әлемдердің Раббысының елшілері екенін білдірді. Мұса Бәни Исраилді өздерімен бірге жіберуді талап етті. Перғауын Мұсаның өткенін есіне салып, оны сарайда өсіргенін айтты. Перғауын оның бір адамды өлтіргенін бетіне басты. Мұса бұл істі білместікпен жасағанын, кейін Раббысы оған хикмет бергенін айтты. Мұса Перғауынның Бәни Исраилді құл еткенін еске салды. Перғауын әлемдердің Раббысы туралы сұрады. Мұса аспандар мен жердің және олардың арасындағының Раббысы туралы айтты. Перғауын айналасындағыларға мысқылдай қарады. Мұса оның адамдардың да, бұрынғы аталарының да Раббысы екенін жалғастырды. Перғауын Мұсаны жынды деп атады. Мұса шығыс пен батыстың және олардың арасындағының Раббысы екенін айтты. Перғауын Мұсаны түрмемен қорқытты. Мұса айқын дәлел көрсетуге дайын екенін білдірді. Перғауын дәлелді әкелуді талап етті. Мұса таяғын тастады. Ол айқын үлкен жыланға айналды. Мұса қолын шығарды. Ол қараушыларға апақ болып көрінді. Перғауын кеңесшілеріне оны білгір сиқыршы деп жариялады. Перғауын оның сиқырымен адамдарды жерінен шығарғысы келетінін айтты. Кеңесшілер оны және інісін ұстап тұрып, елдерге жинаушылар жіберуді ұсынды. Барлық білгір сиқыршылар Перғауынға жиналды. Сиқыршылар келіп, жеңсе сый бар жоғын сұрады. Перғауын оларға жақындарынан болатынын уәде етті. Мұса сиқыршыларға тастауды бұйырды. Сиқыршылар арқандары мен таяқтарын тастады. Олар адамдарға жылан болып көрінді. Мұса таяғын тастады. Ол олардың жалғанын жұтып қойды. Сиқыршылар сәждеге жығылып, әлемдердің Раббысына иман келтірді. Перғауын ашуланып, оларды жазамен қорқытты.